Сәлем менің алтындай оқырмандарым, сәлем бердім, оңтүстіктің сәлемін қабыл алыңыздар, батысты да ренжітпейін төркінімді, қой құрсын оңтүстіктің сәлемін көбірек салайын, тағы әңгімеге сөзге қаларым деп неге айтып жатыр деп ойлайсыздар. Мен сіздерге айтып едім ой, осы келін болып түскен кезде мені көп сынға алған деп. Білмеймін енді қазір алама алмайма, маған қазір ешкімнің сөзі қызықтырмайды. Айтып жатқаным, бізде батыс жақта бір қолмен сәлемді бір қолмен иіліп салады ғой. Сонда мен ең алғаш рет келін болып түскенімде бүйтіп бір қолмен сәлем салғанда бәрі бүйтіп мұрын шөштейтіп жақтырмай қарайтын. Өйткені мен ол жақтың сәлемін, оңтүстіктің сәлемін салмағаннан кейін мені жақтырмаған екен. Содан кейін енем айтыпты, мен бүйтіп былай есіктің сырт жағында тұрмын ғой, өзіміздің сәлемімізді салсыншы, не анау бір қолмен деп ше. Сырттан естіп қалдым, бірақ бір түрлі болып қалдым. Конечно, бір түрлі боласың ғой, алғаш болып келін болып түскеннен кейін жан-жақтың қолдауын күтесің ғой, андай жаман сөз емес. Енді жаман сөз емес қой, бірақ сонда да менің жүрегіме қатты тиіп кетті десем болады. Не анау бір қолмен сәлем деп ше. Сондай қылып айтқан кезде өзім бір түрлі болып қалдым. Сосын енем бөлек шыққаннан кейін айтты, қазір келген қонақтарға екі қолмен сәлемді сала берші. Мына жақта екі қолмен емес, бір қолмен салғаныңды жақтырмай жатыр деп енем ашығын айтты. Мен де қабағымды шытып шамалы көңіліме алып қалдым. Бас игенге де басыңды иіп сәлеміңді ала салсам болады ғой. Мүмкін менің сол келін болып үйренісуіме сондай сөздер мүмкін түрткі болған шығар. Мен алдыңғы видеомды көргендеріңіз болса айтып едім ғой, мен бір жарым жылдай келіндік өмірге үйренісуіме сондай уақыт керек болды деп. Мүмкін осы әулеттің жалғыз келіні болғаннан кейін мүмкін сынға алған шығар. Бірақ басы ащы болса аяғы тәтті дейді ғой. Аллаға шүкір, қазір бәрі де жақсы. Бірақ деп бір айтатынысы, сол айтқан кісілердің қазір өздерінің қолдарына келін түсіп, келіндері бір қолмен сәлем салады. Өздерінің келіне сөз өтпей, өзгенің келіне сөздері өтетін. Ладно, өтіп кетейік. Бүгін шыны керек бар ғой, осы бөлмеден бар ғой, таңнан кешке дейін ананы ақтардым, мынаны ақтардым, әйтеуір осы шкафпен осы томчканы жинаймын деп бір күнім кетті ғой. Қыстық киімдерді, жаздық киімдерді айырып әйтеуір бәрін өз орындарына қойдым. Мен андай шкафта бар ғой, артық киім тұрса бар ғой, жыным келіп жыным ұстайды, соны жинамайынша. Енді бірақ қарап тұрсам гардеробым тазалау, жаңалау керек болып тұр екен. Қыс басталатын кезде енді биыл барлық жерде айтты ғой, биыл вообще қыс болмайды деп. Содан қыс басталайын деп жатқан кезде күйеуіме айтам ғой, мен киім алайын, шамалы қыс болды, енді қыстық бір-екі киім алайын десем, жан ойбай тұратыр, ертең бір аптадан кейін күн ысып кетеді деген ғой. Солай не керек, күн ысып кететін, мен сол алдыңғы жылға қыс киіммен бітіріппін ғой биыл. Негізі әр мезгіл сайын мен күйеуім өйстіп алдап тұрады десеңе, жаз болса ертең көктем болады, не істейсің, көп алма, көктем болса ертең қыс болады, не істейсің, қыс болса ертең күз болады деп соны айтам ғой. Бір жыл болмасын, бір жыл кием ғой деп. Ондай сіздерде ма, менде ғана ма ондай нәрсе? Солай бөлмемді үйді тазалап, күйеуімнің бүгін заказы. Алдыңғы видеода айтып едім ғой, кішкене қозы сойдық деп, содан кішкене қабырғаларын алып қойғанбыз, пешке пісіреміз деп. Сол енді бүгін пешке пісіру болып тұр екен. Имамды үйіріп, пісімілімімді айтып, бірінші рет пісіріп көрдім ғой енді. Әйтеуір қолдан келгенше әйтеуір бәрін салып, маринаттап, әйтеуір ішімнен қорқып пісіріп жүрмін. Қасқа қазір ұнамай қалса не тамақ істеп берем деп ше. Еще холодильниктен окорочка шығарып қойған соң, құрсын қаз тағы ұнамай қалса окорочканы сала қоям, тез пісе қояды деп ар жағымды ойлап отырмын ғой уже. Қой құрсын деп қасына не свекладан, жұмыртқадан, осы бір кукуруз, әйтеуір қазіргі ауызашардың салаттарын бәрін әйтеуір через тек инстаграмнан көргендерім жасап отырмын. Күйеуім айтады ғой, біздің үйде ораза болмай жүр екен деп ше, жемеген салаттарымызды жеп жатырық деп. Ал оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Мынау қалған салат, қалған манағы маринатталған етіміз күшті шықты. Мен өзім таң қалдым ғой. Одан қалса садиктен балам күлдеп жөтеліп келіпті, соған бүгін ингаляция бастадық. Солай сіздерде не жаңалықтарыңыз болып жатыр? Сіздер жақта сәлемді қалай салады? Тез лайктарыңызды басып, қолдап комментарий жазып кетіңіздер.